Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте керемет балалық шақтың балдамы айраннан коржик дайындайтын боламыз. Бір жасағаннан шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер және нәтижемен бөлісіңіздер. Қажетті заттарымыз ол ұн, сұйық май, айран, менде қолдың айраны, қант, қопсытқыш, ас содасы, ванилин және бір жұмыртқа қажет болады. Құрғақ ыдысымызды алып, бөлме температурасында тұрған айранымызды құямыз, үстінен бір жұмыртқамызды саламыз, бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте қантымызды саламыз, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Міне қантымыз еріді. Келесі кезекте ас содасы менен қопсытқышымызды саламыз. Реакция жүріп, осылай массамыз көтерілетін болады. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз. Міне осындай болып шығады массамыз, реакцияға түсіп. Енді ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Ванилинімізді де қосып жібереміз арасына. Не қамырларымыз осылай жұмсақ болып шығады, ыдыстан босатып, қолымызбен жақсылап басын біріктіреміз. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Толық рецепті төменде описание бөліміне қалдырып кетемін. Енді жұмыс жасауға ыңғайлы етіп, қамырымызды екіге бөліп, осылай дөңгелектеп аламыз. Аздап қана ұн себеміз. Оқтаудың көмегіменен жайып аламыз. Орташа етіп жаямыз. Қатты қалың, қатты жұқа емес. Не қамырымызды жайып алдық. Енді формамызбенен барлығын ойып шығатын боламыз. Осы уақытта духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Міне барлығын ойып алдым. Артық қамырларымызды жинап аламыз. Міне осылай болып шығады қалыңдығы. Міне коржиктарымыздың барлығын противенге орналастырып алдым. Өте көп мөлшерде шықты. Дайын болған коржиктарымыздың үстіне жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Әдемілік үшін осылай вилкамен узор салып шықтым. Енді қызып тұрған духовкада 20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне коржиктарымыз пісіп шықты. Өте әп-әдемі, қып-қызыл болып шықты. Өте нәзік, жұмсақ болып пісіп шықты. Сатылымға да жасасаңыздар болады. Арасын бөліп көрсетейін. Арасы да толықтай пісіп шығады. Дәмі деген өте керемет. Назарларыңызға көп рахмет. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.